Нөмірі 177 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әфсақиева Мариамкүл Сағиданқызы. Қазақ тілі 3-ші сынып. Бөлімнің атауы жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Жақсы мен жаманды зерттеймін. Сабақтың тақырыбы Ф дыбысы. Оқу мақсаты Ф әрпі бар сөздерді сауатты жазу. Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау. Балалар, сендерге сабақтың тақырыбын жұмбақпен ашқым келіп отыр. Қос қоржын артынып, қос құлақтай қалқиып, тұратын бұл қайарып. Керемет балалар, Ф әрпі. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ол сөздердің барлық буында келе береді. Мысалы, фабрика, телефон, телеграф. Ендеше, оқулықтағы 25-ші жаттығуға көңіл бөлейік. Өлеңді бірге оқиық. Фойеде ел жиналған, фестивальді тойлады. Фатима қыз финалда, флейтада ойнады. Енді балалар, өлеңді көшіріп жазайық. Осы өлеңдегі Ф дыбысы бар сөздердің астын сызып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігіне назар аударайық. Енді балалар, осы өлеңдегі фойе сөзіне түсініктеме беріп жіберейін. Фойе басты бөлме. Қонақ үйдің кинотеатрда күтіп отыратын кең зал. Фестиваль өнердің жетістіктері көрсететін көпшілікке арналған ойын сауықтың бір түрі. Финал жарыстың соңғы нүктесінің қорытындысы, яғни жеңісі. Флейта үрлемелі музыкалық аспап. 15-17 ғасырларда флейта аспабы әбден жетіліп, өзінің шырқау биігіне жетті. Ол ағаштан немесе жезден жасалады. Енді балалар, мына суретке қарап, мәтіннің мазмұнын болжап көрейік. 26-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Топ ойнаймын деп. Өскенбайға апасы, балам, күн кешкерді, бұзауға бар деді. Өскенбай бұзау іздеуге шықты. Ауыл сыртында футбол ойнап жатқан балалардың қасынан өтіп бара жатқан. Әй Өскенбай, мұнда кел, бізге бір адам жетпей жеңіліп жатырмыз деп айқайлады балалардың біреуі. Аздап ойнайын деп ойлады да, жүгіріп барып ойынға қосылып кетті. Ойынның қызығына беріліп кеткендіктен бұзау Өскенбайдың есінен шығып кетті. Кәне балалар, сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін неліктен доп ойнаймын деп аталған? Сен қандай ат қояр едің? Мәтіннің тақырыбына сүйене отырып, оқиғаның қалай аяқталғанын болжап жазайық. Енді балалар, өзімізді тексерейік. Мәтін ойын туралы, Өскенбай туралы. Өйткені Өскенбайдың бұзауға бармай қалуына доп ойнауы себепші болды. Мәтіннің тақырыбы доп ойыны, ойынға алаңдау. Өскенбай өз қателігіне түсінеді. Ата-анасына кешірім сұрайды. Жарайсыңдар балалар, керемет. Балалар, тапсырмаға назар аударайық. Берілген суреттерге назар аударып, әр суреттің атауын дәптерімізге жазайық. Өзіңді тексер.
телефон, кофе, шкаф, флейта. Балалар, барлық сөзде Ф әрпі кездесіп тұр. Яғни, Ф әрпі кез келген сөздің әр буынында кездесе береді. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Енді балалар, қазақ тілі сабағы аяқталды. Сау болыңдар.